Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжі қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Дандыбаева Ұлдана Заурбекқызы. Пәннің аты қазіргі қазақ тілі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сабақтас құрмалас сөйлем және оның түрлері. Жалпы қазақ тілінде құрмалас сөйлемнің 3 түрі бар. Сабақтас құрмалас сөйлем, салалас құрмалас сөйлем және аралас құрмалас сөйлем. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбына байланысты біз сабақтас құрмалас сөйлемді өтеміз. Сабақтас құрмалас сөйлемнің құрамындағы жай сөйлемнің біреуінің көбіне алғашқысының баяндаушы тиянақсыз тұлғада келіп, екіншісіне бағына байланысады. Қазақ тілінде сабақтас құрмалас сөйлемді біз 6 топқа жіктейміз. Шартты бағыныңқылы сабақтас, қарсылықты бағыныңқылы сабақтас, себеп бағыныңқылы сабақтас, қимылсын бағыныңқылы сабақтас, мезгіл және мақсат бағыныңқылы сабақтас деп 6 топқа жіктейміз. Қарсылықты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемнің бағыныңқы сыңарындағы оқиғаның басыңқыға қарсы мәнде болып жасалады. Жасалу жолына келетін болсақ, са, се, да, де жалғауықты жұрнақтары арқылы жасалады. Сұрақтары қайтсе де, не етсе де. Мысалы, жұмыс аяқталса, біз ауылға барар едік. Бұл жерде бағыныңқы сыңарында аяқталса деген етістікке са жұрнағы жалғану арқылы жасалып тұр. Қимылсын бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем іс әрекеттің қалай жүзеге асуын білдіреді. Жасалу жолы ып, эп, п жұрнақтары арқылы жасалып, қалай қайтып деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, оның екі беті қызарып үйге келді. Бағыныңқы сыңарындағы қызарып дегендегі етістікке ып жұрнағы жалғану арқылы жасалып тұр. Мақсат бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем. Бағыныңқы сөйлем басыңқы сөйлемдегі ойдың болу мақсатын білдіреді. Сұрақтары не мақсатпен, не етпек болып, не үшін. Жалпы мақсат бағыныңқылы сабақтас бірнеше түрмен жасалады. Біріншісі мақ-мек, бақ-бек, пақ-бек етістікке тіркеліп жасалады. Екіншісі тұйық етістікпен үшін шылауының тіркесуі арқылы жасалады. Үшіншісі шартты, бұйрық және қалаурай тұлғалы етістікпен деп көмекші етістік тіркесе отырып жасалады. Мезгіл бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем. Бағыныңқы сөйлем басыңқы сөйлемдегі ойдың болу мезгілін білдіретін құрмаластың түрі. Сұрақтары қашан, қашаннан бері, қашанға шейін. Мезгіл бағыныңқылы сөйлемнің баяндауыштары бірнеше тұлғалардан жасалады. Біріншісі жаты септік тұлғасындағы есімшеден болады. Екіншісі есімше тұлғалы етістікпен кезде, күнде, шақты, уақытта деген мезгіл мәнді сөздердің тіркесінен болады. Үшіншісі барыс және шығыс септік тұлғасындағы есімше мен шейін, дейін, кейін, соң, бері, бұрын шылауларының тіркесінен жасалады. Төртіншісі ша, ше тұлғалы есімшеден болады. Бесіншісі көсемшенің ғалы, гелі, қалы, келі тұлғасынан болады. Келесі етістіктің шартты райынан да болады. Мысалы, мен кетсем де, ол үйге кіреді. Келесі ысымен, ісімен қосымшалары етістікпен болады. Қарсылықты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем. Басыңқы сөйлем білдіретін ой бағыныңқыдағы айтылған ойға немесе бағыныңқыдағы ой басыңқыдағы ойға қарама-қарсы келетін сабақтастың түрі. Сұрақтары қайтсе де, не етсе де, қайткенмен, не еткенмен, қайтпесе деген сұрақтарға жауап береді. Қарсылықты бағыныңқылы сөйлемнің баяндауыштары мынадай тұлғалардан жасалады. Біріншісі шартты райлы етістікке да, де шылау тіркесінен болады. Келесі болымсыз тұлғадағы етістіктің шартты райынан болады. Үшіншісі көмектес септік тұлғасындағы есімшеден болады және ша, ше тұлғалы есімшеден де болады. Көсемше тұлғалы күрделі етістіктен болып, көмекші етістіктен тура тұрып сөзінен болады. Келесі шығыс септік тұлғасындағы болымсыз есімше түрінен де
жасалады. Шартты бағыныңқылы сөйлем қайтсе, не етсе, қайткенде, не еткенде қайтпей, не етпей, қайтпейінше, не етпейінше деген сұрақтарға жауап береді. Шартты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемнің бағыныңқы сөйлемдегі басыңқы сөйлемдегі ойдың болу шартын білдіретін сабақтасың түрі. Шартты бағыныңқылы сөйлемдердің баяндауыштары да бірнеше тұлғалардан жасалады. Етістіктің шартты рай түрінен жасалады, болымсыз етістіктің и тұлғалы көсемше түрінен жасалады, және жатыс септікті тұлғасындағы есімшеден де жасалады. Енді студенттер, бүгінгі тақырыбымыз түсінікті болса, сіздерге берілетін тапсырма. Көріп тұрғандарыңыздай, берілген сөйлемдердің сабақтастың қай түріне жататынын ажыратып жазамыз. Келесі тапсырма, екінші тапсырмамыз. Берілген сөйлемдердің сызбасын көрсетеміз. Яғни, бағыныңқы мен басыңқы сыңарларын сызба арқылы көрсетеміз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.